Ассалаумағалейкум қазақ елі. Әр кезде жоғалып кетіп тұратын Айбек атты обзорға түсіретін осы ұлдарыңыз қайтып оралып келді. 2024-ке Қазақстанға жаңа жаңалықтармен жаңа кіріп жатқан мотоциклдерге шолу түсіре отырып, алдағы көрсетілімдегі болатын сіздерге түсірілетін модельдер сақтың 150-200 кубтарына салыстырмалық видео сіздердің алдарыңызға жол тартады. Ең алдымен сіздерге осы әр нәрсенің шығу тегінен басталынады ғой. Сол сияқты сақ мотоциклдеріміздің шығу тегінен бастап айтайын. Осы 2019-дан бері өздеріңіз білесіздер, мотоцикл саласында жүрдік, қаншама клиентті риза қылдық, қаншама клиентке осындай жақсы мотоциклге ауыл шаруашылығына таптырмайтын көліктерді біз сіздерге жол тарттырып, өзім отправкасын жасаған болатынмын. Осы 2023-тің қысында 2024-ке қараған жаңа жылында біз Қытайда болдық. Сол Қытайда жүрген кезімізде осы мотоциклдердің заводына бардық. Ішкі жаңағы Гуанчжоу бар, Гуандун бар, сондай жерлеріне бардық. Осы компаниямен келіссөз өткіздік. Осы классик моделінен бастап жүргізетін болдық. Ол кісілерге мен дизайн және де Қазақстанға осындай мотоциклге ат қоюға өз міндетім қылып алдым. Және де осы мотоциклге кем-кетік ауыл шаруашылығына не керек, ақша жағынан болсын, сапа жағынан болсын, қызмет жағынан болсын, жаңағы өзімізге ыңғайластырып, өзім өйткені 2019-дан бері істеп жатқаннан кейін білем да сіздерге не керек екендігін. Соған қысқаша тоқталып жатыр. Міне өзіміз дизайнын жасаттық, логотип дейді ғой, осындай сақ деп қойдық, және логотипке осындай мотоциклдің үстіне батырымызды қойып, садағын тарттырып қойдық та, осы дизайнды қытайғаларға жіберіп, осыны қой деген кезде қытайлар қойып енді қарайды ғой, енді не істеп жатыр. Кәдімгідей бүкілі таң қалған ғой, мысалы мына дизайнға қарап, мынау не деген әдемі дизайн деген сияқты ше. Ал олар сақтың мағынасын білмейді да, кезінде сақпен құм болып, мысалы Қытай болсын, бүкіл әлемді болсын жаулағанбыз ғой енді. Соғанда ырымдап қойып жатырық та, осымен жаулайық, осымен қазақтың жүрегінен орын табайық деген сияқты. Енді осы 150-200 кубіне обзорымызды бастайық. Екеуінің де сыртқы кузовы дейді ғой, сыртқы кузовы бірдей. Яғни алдыңғы артқы доңғалақтары, мысалы алды 300-18 размерде, арты 325-те 18 размерде. Бұны үлкейтіп, және де размерін үлкейтіп сіздер сала бересіздер. Алдыңғы крылосы бізде темірден, батпақ қағары да бар. Осы алдыңғы крылоның қиылып кетпесі үшін осындай бізге қосымша осындай темірді осы жерге орналастырған болатынбыз. Сыртқы темірлері нержавеечный, шірімейтін, татпаспайтын темірден салдық. Мотор жүрегіне орналасып келетін болсақ, осы Қазақстанда 2019-дан бері кең тараған J6 Suzuki атты марка бар ғой. Көп болса ауылдарда екінің бірі біледі осы мотоциклді. Сол заводтан шығады да, бұның моторына да біз гарантиясы бар, сапасы да енді мынандай енді. Оны обкаткіден дұрыс шығаруға керек. Обкаткінің өзінің бөлек талай жерден айтып жүрмін. Обкаткіден қалай шығарасың? Мотоцикл ол солай жүреді ол ше. Ол жаңа нәрсе болғаннан кейін обкаткі міндетті түрде болу керек. Ал моторына салыстырмалы түрде келейін. 150 кубы сақтың 162 FM болып жүреді, ал 200 кубтығы 164 FM болып жүреді. Оны астыңғы мотордың астынан қарай аласыздар. Сонымен қатар бактың сыйымдылығы 14 литр, екеуінде де енді. Айтып отырмын ғой, сыртқы кузовы бірдей, тек қана объемы жағынан ғана разницасы бөлек. Яғни машинаның объемы болады ғой, бірде 6-сы болады, 2-сы болады деген сияқты. Сол сияқты да бұл да тартысы бензин жеуіне байланысты. Енді 150 куб 2 литр жейді жүзіне. 2-де 3, 2-де 2 сондай жейді. Ал 200 кубта 2,5 литр жейді 100 километр неше. Бұл енді бізге тау тасқада, ауыл шаруашылығына, жаңағы поляға, енді ауыларалық көлігіңізде бола алады. В общем, дизайн жағынан да үстіп жасап алып келген жайымыз бар. Сіздерге өзімнің осы YouTube каналда қысқаша жақсы өнімдерді ұсынатынымды білесіздер. Сондықтан менің кеңес беретінім осы сақ мотоциклдерін өздеріңізге алып қалуларыңызға мен кеңесімді берем. Яғни оны алып қалу үшін осы профильдағы номері бар. Сол комментарияға да қалдырсаңыз өздеріңіз білесіздер ғой. Мен қазір енді бір айтып кететін жағдай, Қазақстанда осы мотоцикл көбейіп кетті ғой қазір.
екінің бірі қазір мотоцикл сатып жатыр, как машина сияқтышы. Сонымен қатар машиниктер де көбейіп жатыр да, ол бүйтіп ол заңдылық та ол. Мысалы бұрын бір кішігірім бала сияқты алдап кетеді да, қазір олар да профессионал болып алған ше, кәдімгідей біздің осындай видеоларды қиып шот фактура жіберіп, сондай уже профессиональный деңгейге кетіп жатыр да. Сондықтан өзімнің официальный номерім бар, видеозвонокпен міндетті түрде звондайсыздар алып жатқан кісілерге. Енді басқа мотоцикл алсаңыздар да мен сіздерге енді өзімнің бір қалай айтсам болады, жаңағы кеңесім, кеңесім ғой сіздерге жақсы жағынан деген. Енді қосымша берілетін заттар мына жерде өтейік. Каскасы бар, айнасы өзімен бірге жүреді, магнитофоны бар, телефон держателі мен телефон зарядкасы бар. Сосын міндетті түрде мынандай бір бет қағазы болу керек. Бұл өзінің техпаспорты, сіз өзіңіздің жаңағы ұрланбады дегенге сіздерге доказательство болып, айғақ болып келеді. Енді қазақша, барынша қазақша сөйлеуге тырысып жатырық. Енді бұның өзі бұйырса жақын араларда жаңа Олжа Соқаспет колесадағы сол сияқты уже профессиональный түрде түсіруге біз тырысамыз, соған жұмыс жасаймыз. Тырысып емес, солай сөйлейміз де. Ол ше қазақша контентті дамытуымыз керек. Сол үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып, менімен бірге болыңыздар. Қазақи контентті қолдайық, осындай қазақи брендтерді қолдайық. Енді мағанасы жоқ, бір аттарды қоя сап қазір әкеп жатыр ғой. Мен енді претензиям жоқ та оған айтуға. Енді 200 кубта бізде дірілдетпегіш жаңа балансировочный вал дейді ғой. Сол бізде орнатылған. Алдында мынандай дизе қорғайтыны, мынау желден де дизеге жақсы пайдасын береді, желді қағып отырады. Енді көп үлкен кісілер қазір батялар, дизелер қақсайды, анау-мынау ғой. Мотоциклге мінсе ол вообще. Алдында осындай жүк салғыш қоржындары бар. Бұл жерге сыйымдылық көлемі 10 литр бола ма мынау примерно? Примерно енді осы визуально қарасаңыздар, енді оның бәрін 7 мен 10-ның аралығы ғой, мына жақта 7, ан жақта 7 болса 14 литр болады да. Общий өмесі. Енді барлық жағдайлар қарапайым түрде жасалынған. Бұрылыс шамдарының бәрі осындай қарапайым. Алдыңғы фарларын жағып көрсетейін. Алыс және жақын шамдары. Мына жақта бізде моргающий дейді. Тағы дұрыс айтып жатырмын. Қалай? Жыпылықтатқыш па? Жыпылықтатқышы. Бұрылыс шамдары, сигналы. Бейзім бар ма екен? Бар екен. Бір кнопкамен өшіреміз. Осы енді мына жағы бізде алдыңғы торымыз, мына жағы сцепление және аяқ торымыз, ол бізде артта болып табылады. Екі оталдырғыш несі бар, жүйесі бар. Біріншісі кнопкамен, екіншісі бізде мына жақта айланып түсір жер. Тепкіш оталдырғыш деп айтамыз ба? Кикстартер ғой енді. Тепкіш оталдырғышымен оталдырасыз. Енді бұны жаңа кезінде, новый кезінде бұмен оталдырмауға кеңес береді заводтың өзі. Неге? Өйткені бұл жаңа тұрған кезде поршын қосалар әлі орнына түспеген. Бұл біріншіден ауыр болады, екіншіден мотаға жаңағы не болады? Нагрузка. Орысша қосып сөйлемесек не оқып, күш түседі да моторға. Соған енді бұны да бір кісі алады. Бұл да сатылымда тұрған мотоциклде, мен оны үйтіп қинап не істегім келмейді. Енді тау тасқа жүретін мотоцикл ол бөлек алып шығып, тау тасқа да түсіреміз алдағы уақытта. Мына артқа адам қойғышта осындай қоржын салғышқа кереметтей осындай багажниктарын орналастырған. Енді ауылда мысалы жолда өтіп бара жатсаң, темір көрсең, темірді ала жүресің. Енді ауылда өстік қой, бәрін білеміз. Бір жүк салу керек болатын болады, бір қырға кетуің керек болады, қырдан бір заттарды тең қып нетуің керек. Сол кезде осыны екі жаққа жазып жібересің де, қойып екі жіппен байлап кәдімгі тең қып осы жерге отырасың да өзің дәл баса бересің ғой. Енді жігіттер қысқаша түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жаңа модель 2024-ке жаңа поступление, сапасына өзім кепілдігін беремін. Қазақстан түкпір-түкпіріне балалар жеткізіп отправкасын жасап жатыр. Осы менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналды қолдайық, тіркелейік. Бұйырса алдағы уақытта тағы да видеоларды шығаратын боламыз. Комментарияға кем кетік жерлерім болса, енді сыншыл халықпыз ғой, былайша айтқанда комментарияны өлтіреміз ғой. Жаза кетіңіздер, ойларыңызға не келеді. Тағы да не советовать ете аласыздар. Мен де комментарияны оқимын, қараймын, сол жерден идея алам деген сияқты ғой. Нені түсірейін, қалай түсірейін, соған бір қысқаша не жаңағы ойларыңызды айта кетіңіздер. Ал олай болатын болса, мен сіздерге 200-пен айдап жүрейін. Осымен біз
каналымызды аяқтайын. Көп сөйлеп кеттім деп ойлаймын. Так, мынау өзінікі болғандықтан бұны өзіне салып қоямыз да. Каскасын кимей қойын енді, кәй ұстамайды жер. Осында үлкен тіремесіне қостың, кілтті аштың, завайттадың, сцепленияны қыстың, скоростқа салдың, жүрдің ғой. Келесі кездескенше бізбен бірге болыңыздар, қош сау болыңыздар.